кімде осы 4 қасиет болса, ол емін-еркін жәннатқа кіреді. Баланы атын бала деп қоймау керек еді. Қайырған деп қою керек еді дейді. Алладан басқасын бәрі өзгеге тән нәрсе. Отбасы дегенің бұл қасиетті ұғым ғой. Киелі шаңырақ қой. Берекелі орта ғой. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Біздің кезекті подкаст жобамыз міне өздеріңізге жол тартқалы отыр. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз отбасылық мәселелерге арналып отыр. Яғни отбасын құрудағы басты ұстанатын қағидалар, басты мәселелер деген сияқты. Жалпы шариғи тұрғыдан оның негізгі мәні қандай болмақ деген сияқты. Осы және өзге де жалпы сауалдар төңірегінде бүгін біз осы саналы сағат жобасы аясында подкастымызда әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі біздің спикерлеріміз, имам ұстаздарымыз қонаққа келіп отыр, таныстырып өтейін. Алдымен менің оң жағымдағы Қаныбек Тоғдырбайұлы, Жылой ауданы Майкөмген мешітінің имамы. Қош келдіңіз. Және де Мұрат Алдоңғарұлы, Қызылқоға ауданының бас имамы. Және де Атырау қаласындағы Қайтпай Сұлтан мешітінің имамы Ажоп Саясатұлы. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйдеріңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір деп. Алдарыңыздағы шайдан ала отырып, бәрекелді. Бүгінгі тақырыбымыз аясында сұхбатымызды, әңгімемізді жалғастырамыз деген ойдамыз. Енді алдымен ең бастысы отбасы деген кезде бұл отбасын құрудан басталады. Яғни ерлі зайыптылардың, жастардың бір-біріне деген жалпы осы үлкен өмірге қадам басып деп айтады ғой. Жауапкершілік алып, осы отбасын құрап шаңырақ көтергеннен бастап, осы отбасы болады, одан ары қарай жаңағы отбасылы өмір жалғасады деп айтып жатамыз. Жалпы енді осы жерде отбасын құрудағы басты қағидалар қандай? Негізі енді көп осы отбасылық мәселелерге қатысты келеңсіз жайттар естіп жатамыз. Ажырасу бар, басқа бар, жаңа шариғатта талақ деген ұғым бар деген сияқты. Енді осы алдымен нені ескеру керек? Жалпы негізі қағидаттары қандай? Осыдан бастайық. Отбасы деген бұл қоғамдағы шағын мемлекет десе болады ғой. Отбасын құрудағы көптеген мәселелер бар. Бұл жердегі ата-ананың алатын рөлі өте жоғары. Әке балаға сыншы дейді. Сол баланы жақсы тәрбиелі жерге беру, тәрбиелі жерден қыз алу да бір үлкен рөл атқарады. Жалпы отбасы бұл ер жеткенде, қыз бой жеткенде тең теңмен деген сияқты жақсы жолменен құдандалы болу, жақсы қарым-қатынаста болу үлкен маңызы бар нәрсе деп айтсақ болады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламнан бері қарай жалғасып келе жатырған нәрсе. Алланың елшісі Расул саллаллаху алейхи вассалам айтады: үйленіңдер, ұрпақ көбейтіңдер, мен қиямет күнінде сендердің көптіктерің мен өзге үмбеттердің алдында мақтанамын деген. Бұл жақсы ұрпақ өсіру, салиқалы ұл-қыз өсіру тәрбиеден басталады деп айттық. Ал қазіргі кезде не көп? Ажырасу көп. Ол неден? Сол Құран мен сүннетке сәйкес, ислам ілімдеріне сәйкес дұрыс білімге қанбағаннан, ата-ананың жолын, дұрыс тілін алмағаннан деп те есептейміз. Бұрынғы кезде ата көрген оқ-жанар, ата көрген тон-пішер, ана көрген не дейді? Оқ-жанар, ана кішкене тон-пішер деп айтады. Мысалы, оның барлығы тәрбиеден басталады. Сол тәрбиенің негізі Құран мен хадис десек те болады. Жалпы енді негізі статистикаға қарайтын болсақ, жалпы 1, 2, 3 жылда жалпы Қазақстандағы отбасылардың ажырасу сандары 30, 40, 50% болады екен. Жалпы 3 жылда. Енді сіз жалпы енді жастар алдымен некеге тұру үшін сіздерге келеді, ол мешітке келеді, некесін қидырады. Жалпы олардың бойынан, жалпы көзқарасынан, іс-әрекетінен қандай да бір жауапкершіліктер сезесіздер ме? Әлде сол неке қиып суретке түсу үшін деген сияқты келе ме? Қалай ойлайсыздар? Қандай да бір жауапкершілік бар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Неке ол пайғамбар сүннеті, ата-бабамыз салт дәстүрі. Ислам ол отбасын құруға үндейтін, некеге үндейтін дін. Кім мен сүннетіне бас тартса, ол менен емес дейді. Яғни ан-никаху сүннати ва ман рагиба ан сүннати фалейса минни. Және де Құранда Алла Тағалаға ойысынғаннан кейін екінші кезек ата-ананы сыйлау, туыстық қатынас деген мәселе келеді.
кімде осы 4 қасиет болса, ол емін-еркін жәннатқа кіреді. Яғни сәлем жайса, түнде тұрып намаз оқыса, және ағайын туманы байласа, қарым-қатынас. Мәнил уәсил дейді бір хадисте, кім жалғаушы дейді. Ағайын тума онымен жақсы болып, ол жалғасқан адам, ол жалғаушы емес. Ағайын тума одан қол жүргенде, ол жалғаса, ол шынайы жалғаушы. Жалпы бұл жерде енді айтылған орында десе де, қазіргі таңда енді жалпы отбасы институты деген кезде атаның, отбасындағы атаның рөлі, әженің рөлі, әке мен шешенің орны ерекше ол. Жалпы қазіргі қоғамда осы үлкендерден жалпы өнеге алатын, үлкендердің сөзін тыңдайтын, ақылына тоқтайтын, осындай ұрпақ тәрбиелеу үшін осы үлкен буын өкілдері, яғни ата, әже буындары қаншалықты қоғамда өзінің қызметін лайықты деңгейде дұрыс атқарып жүр деп. Үлкен дұрыс айтасыз. Бұл жөнінде біз енді атаға, үлкенге көз салып, назар салып қарайтын болсақ, бізден бұрын Әбу Бәкір кердері деген өткен. Ол сол Құран хадис бойынша бүкіл қазақтың жыр терминдерін жалпақ жұртқа жария еткен адам. Сонда айтады, атаны билеп ұл кетті, қожаны билеп қыз кетті. Баласы келсе 15-ке, ата-анадан күн кетті. Білмеді бала құрметті. Қараңыз, сонда баланың 15-ке келу арқылы ата-анаға қарсы тілінің шығатынын айтып жатыр. Ол неден болады? Тіл қайырғаннан болады. Бұрынғы кезде Мәшһүр Жүсіп айтқан, егер қазақ 4 нәрсенің атын дұрыс қоймаған дейді, соның ішінде біреуін баланы айтады. Баланы атын бала деп қоймау керек еді, қайырған деп қою керек еді дейді. Ол ата-ананың тілін қайырады, Мәшһүр Жүсіп айтады. Ол өзі әйел алғаннан кейін оның атын айырған деп қою керек еді. Не істейді дейді? Айырады дейді. Ана әке шеше оны өсірді, үйлендірді, үйленгеннен кейін әйелді алғаннан кейін жөнімен кетеді дегенді айтты ғой. Негізінде мұсылманшылықта не ол өзің ата-анаңды құрметтеу керек. Осы мәселелер біздің қазір қоғамда керек нәрселер. Біз бұрынғы мысалы жыраулардың сөздері бізге ауадай қажет. Оның барлығын жалпақ жұрт түгел жатқа білмесе де, бірақ көзі қарақты оқырмандар, ибалы, иманды ұлдар, ибалы қыздар соның барлығын біліп жүру керек деп есептейміз. Жалпы қалай осы нәрсе жалпы Қазақстанда қалай насихатталып жатыр деп ойлайсыздар? Сіздерге мешітке көп келеді, жастар келеді, отбасыңыздар. Енді некенің маңызы, рөлі не? Жоғары ғой. Бұл неке адамзат тарихындағы ең ұлы махаббат, және неке арқылы сол адал жолға қадам басу. Сол арқылы мысалы біз куәлік берген кезде куәгерлердің болуыменен және бірінші не? Алла тағаладан омран тауила дейді. Оның нәрсесі не? Ұзақ ғұмыр. Екінші уаладан салихан дейді. Бұл салиқалы ұрпақ дейді. Қараңыз, салиқалы ұрпақ. Бұлардың барлығы жалпы мұсылманға керек, және сол мешітке келген жастарға осы имамдардың, ұстаздардың айтатын насихаттары жеткілікті деп ойлаймыз. Сол неке қиярдың алдында бата берместен бұрын насихатын айтып жібереді. Сол тыңдаған құлаққа, түсіне берген жүрекке пайдалы нәрсе ғой деп ойлаймыз. Ол насихат болғаннан кейін дін насихат ет, соның барлығын айтып отыр дұрыс қой дейді. Дүниеде өткеннің өзінде де барлық амалдар тоқтайды дейді ғой. Тек мына үшеуден басқа дейді. Ең әуелісі жариятын садақатын, екіншісі жаңағы пайдалы ілім деп, үшіншісі осы сіз айтып жатқан салиқалы ұрпақ қой енді. Салиқалы ұрпақ кім дегенде, яғни дүниеде өткен ата-ананың атынан дұға ететін дейді қазіргі таңда. Сонда келеді. Ол ата-ана тек қана бір жақты емес, екі жақтың ата-анасы қамтуы мүмкін. Тіпті біздің мұсылманшылығымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-анам дүниеде өткен болса, мен қалай олардың разылығын аламын дейді. Яғни солардың ағайын тума туыстары, солардың қатарлары болады дейді. Солардың разылығын алса, иншалла, ол ата-ананың разылығын аламын дейді. Өте жақсы. Енді жалпы қазіргі таңда жастар жалпы сауатты, көз ашық деп айтып жатамыз ғой енді. Қазір әлеуметтік желі дамыған, жаңағы жаһандану деп айтып жатамыз, ақпараттық технологияның қарсы тұрған кезде. Жалпы енді жаңа өздеріңіз айтып қалдыңыздар ғой, енді басты отбасында берілу керек, бірінші тәрбиеде. Енді қазір көптеген жастар енді отбасылық мәселелерде арнайы мамандардың көмегіне жүгініп жатады да, арнайы жаңағы психологтардың көмегіне жүгініп жатады. Осы отбасына қатысты осындай қоғамда жалпы орны бар адамдардың көмегіне жүгініп жатады деген сияқты. Жалпы бұл қаншалықты керек негізгі?
арнайы осы отбасында бақытты болудың қыр-сырын үйрететін, жалпы отбасында ерлі-зайыптар арасындағы жаңа дұрыс өмірді қалыптастыруды үйрететін деген сияқты көптеген атаулармен көптеген жаңағы курстар, көптеген насихаттар жүріп жатыр ғой. Жалпы осыған бару, жалпы осындай мамандардың көмегіне жүгіну қаншалықты дұрыс? Және де бұл жаңағыдай отбасында әкенің, ананың рөлінің төмендігін көрсетпей ме? Және де осы отбасында әке шешенің тәрбиенің бір салғырттығынан бола ма? Қалай ойлайсыздар? Ілгері заманда жалпы тәрбие тек отбасында болды. Отан жалпы отбасынан басталады, тәрбие де, барлық жақсы қасиет те отбасынан басталады. Ата-анадан. Жаңа ағамыз айта кетті ғой. Әке көрген оқ жанады, шеше көрген томпыш еді. Шешесіне, анасына қарап, қызын ал деген бар. Сол сияқты мәтелдер бар. Бұл не көрсетеді? Бұл тәрбие институты, бұл отбасында болған. Барлық жақсы нәрсе отбасында болған. Қазір заманның талабы солай, манағы психологтар, тренингте бар түрлі. Барлық нәрсені сода іздеп жатыр, тәрбиені сода іздеп жатыр. Негізі тәрбие жақсы, әдеп, мына шариғат тұрып тұрған жақсы әдеп қасиеттің бәрі осы отбасынан басталу керек, отбасында үйретілу керек. Яғни ата-ана сауатты болу керек қой. Ата-ана жан-жақты. Діннен де хабары бар. Діннен де хабары және тәрбиеден де. Тәрбиеден жалпы қазақтың заманның сұранысына сай тәрбие өздерін қазіргі заманды сезе білетін, сезіп және сол жақсы тәрбиені берілген ата-ана болу керек қой. Кей кезде біз байқаймыз ғой, әсіресе жас отбасыға қатысты. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, заманына сай мақсатымызды қоямыз да, жас күйімді кейіннен сол мақсат қана жеткілікті деп ойлаймыз да, сонымен бір тұрып қаламыз. Бірақ баршамыз білетіндей, Алладан басқасын бәрі өзгеруге тән нәрсе. Жаңағы айтқандай заманына сай бізде ата-ана ретінде, бала ретінде сол жан-жақты діни тұрғыдан, дүниеви тұрғыдан өзгеруге талпынуға тиістіміз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінің бірінде айтқандай, мұсылманның екі күні егер бірдей болса отылғаны дейді. Жалпы енді жаңа кез келген нәрсе ниетке байланысты дейді ғой. Кез келген нәрсені бастайтын кезде міндетті түрде ниетіңді дұрыста деп айтып жатыр. Енді сол сияқты отбасын құратын кезде де бірінші ниет дұрыс болу керек шығар. Өйткені енді жалпы жаңа көптеген отбасында келеңсіздіктердің барлығы енді мұсылмандардың өздерінің арасынан да көріп жатамыз ғой кейде. Жаңағы аузында алласы бар, қолында құраны бар деген сияқты енді кемшіліксіз пенде болмайды. Сондықтан да ең бастысы қай нәрсе болса да бірінші ниетті істеу керек шығар. Қазақта айтады ғой, заманына қарай амал дейді. Бірақ ел болғаннан кейін тентегі болады, телісі болады. Осы тентек пен теліні тыюдағы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның рөлі зор. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам заманында да ол тентектік болды. Расул саллаллаху алейхи вассаламға бір ұрлық қылған баланы дедектетіп ұстап алып келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның жанына келген кезде ана бала қорқып келеді. Мені қазір жазалайтын шығар, қолымды шабар деген сияқты. Сонда пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам әлгі баланы ботақаным деді. Балапаным деді. Қорқып дірілдеп келген бала не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында құшағына кіріп кетті. Келді, басынан сипат. Мейірім, тәрбие ме? Тәрбие. Мейірім бе? Мейірім. Керек пе? Керек. Қазіргі кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолын теріске шығарып жатырғандар да бар. Араб құлдар деп дінге де тиісіп жатқандар бар. Біздің ата-бабамыздың ұстанған жолы ислам діні. Ислам дінін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен үлгісі бойынша сіздер мен біздер ұстанып жүретін болсақ, бұл бақыт, бұл үлкен тәрбие. Алла тағала сол тәрбиені баршамызға тал бесіктен үйренуімізді нәсіп етсін. Одан кейін мынау қоғамнан келетін нәрселерді өзімізге ала білуімізді нәсіп етсін. Өмір болғаннан кейін барлық нәрсе болады, соның ішіндегі пайдалы жақтарын алып отыруымыз керек. Қазіргі ғылым мен техника деген көзіңді ашып жұмғандай үлкен жылдамдықпен қарыштап дамып жатыр. Олардың барлығы бізге керек қой деп ойлаймын ғой. Қазақтың жалпы тәрбиесіне ұят болады, жаңағы ол болады. Ата-бабаларымыз бір екі ауыз сөзбен ұрпақ тәрбиелеген ғой. Бір аят хадис айтқан жоқ. Жаман болады. Оның өзегінде алып барсақ, жалпы шариғатта жатыр ғой арша. Дін жатыр ғой, ислам жатыр, Құран жатыр. Хадис жатыр. Алладан тыйғаны жатыр. Енді тағы бір енді отбасылық мәселелерге қатысты өзекті бір сауалдардың бірі қазір енді мына азаматтық неке деген ұғым бар, білетін болсыздар. Азаматтық неке деген. Былайша алып қарағанда бір енді уақытша неке сияқты. Жалпы бұған бұл туралы не айтасыздар? Жаңа айта кеттіңіз ғой, әрбір іске ниет керек деп.
бұл неке мәселесінде басы жалпы адам бір нәрсеге ниеттесе іске ниеті болу керек. Иннама бинният. Некеге де үлкен ниет керек. Некеде үлкен нәрсе. Ол мана сіз айтқандай уақытша азаматтық бірге тұратын нәрсе емес, ол өмірлік нәрсе да. Және ақиретке жалғасатын нәрсе. Иман сияқты. Иман бұл дүниеде ақиретте керек болса, некенің мәселесі солай. Шарттарын өзі жариялау ғой некені жаңа ағамыз айтқандай. А бұл жаңағы азаматтық некенің ішіне жариялау деген нәрсе бір жасырын жүргізу. Сондай бір қиын дүниелер бар әдетте. Жалпы енді заманның ағымы дегеннен шығады ғой бәрі. Заманның ағымына ілесеміз, заманауи боламыз деп, жаңа шахандық құндылықтарды игереміз деп жүріп, кейбір құндылықтарымыздан өзіміздің ажырап бара жатқан сияқты көрінеді де. Өйткені қарап отырсақ, мына біздің жалпы дәстүрімізге, дінімізге, ғұрпымызға сай келмейтін кейбір батыстың бір менталитетіне сай бір сондай бір құндылықтарды, сондай бір құндылық деп айтпай ақ қояйын, сондай бір жалпы мерекелерді, бір пасық дүниелерді жастарымыз қазір қоғамда әкеліп, ортада соны жариялауға, соны насихаттауға тырысып жатыр да. Мысалы, жаңағы Валентин күн деп айтып жатады, тағы не бар, Хэллоуин дейді, сондай бір ғашықтар күні деп айтып жатады ма, қалай? Жалпы осындай бір нәрселерді заманауи боламыз, заманның ағымын ілесеміз деп жүріп, өзіміздің жаңағы құндылықтарымыздан ажырап бара жатқан сияқтымыз ба деген ой келеді кейде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Аталарымыз осы салт дәстүрін асыл дінімізбен сабақтай білген. Алла Тағаланың бұйырған нәрсесінің ішінде тек жақсы нәрсе бар. Пайғамбар бұйрыққан нәрсенің ішінде өзіміз мейрамымыз бар, манандай. Жалпы осындай арнайы бір күнге, мысалы отбасы күні, 15 мамыр немесе 15 сәуір ғашықтар күні деген сияқты, осындай бір отбасылық мәселелерді бір күнмен жаңа теліп қою дұрыс па, жалпы шектеп қою дұрыс па негізі? 8-ші наурыз деп жатады. Бір күнде бір гүлін алып, бір сыйлай қоятын. Дінде өмір сыйла, анаңды сыйла, әйел затын сен өмір бойы сыйла дейді. Жұмақ ананың табан астына кірді дейді. Сияқты ол дінде мәңгілікке, үнемдікке шақырады, шектемейді. Бір күнмен сыйлау қою, бір жастар күні бір күн деп ой сыйламайды. Үнемі бір құрметтеу, үнемі сондай махаббат танытуға шақырады дінде негізінде. Жалпы енді оның ішіне тек ерлі-зайыптылардың арасында махаббат емес, енді отбасы болғасын, ата-анаңа, бауырларыңа, балаларыңа деген сияқты кіреді ғой барлығы. Бұл енді үлкен отбасы, жаңа Мұрат ағамыз айтып кетті. Отбасы деген бір үлкен бір сондай ұғым, шағын мемлекет. Сондықтан да ол отбасына берілген тәрбие, келешек ол баланың баласына, одан кейінгі баласына да жалғаса беретін, сондай бір рухани дүние деп ойлаймын. Жалпы енді бүгін тақырыбымыз аясында жалпы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді ортаға салғандарыңызға рахмет айтамыз. Енді бір ауыз сөзбен осы тақырыбымызды қорытындылап жіберсек, жалпы отбасылық мәселелерде осындай қандай кеңестер жастарға айтасыздар? Жастар енді болашағымыз. Хадисте айтқандай, отбасы құрудағы мақсат салиқалы ұрпақ қалдыру. Қияметте мен басқа үмметтің қасында сендердің көптігін мақтанамын дейді. Көбею діні бұл. Және ол салиқалы ұрпақ. Салиқалы ұрпақ деген Аллаға бойұсынған, Алланың парызын өтейтін, ата-анасына бойұсынған ұрпақ. Отбасы мәселесіндегі осы салиқалы ұрпақ қалдыру мәселе негізінде. Отбасы дегенің бұл қасиетті ұғым ғой, киелі шаңырақ қой, берекелі орта ғой. Оны өзіміз қолымыздан құрып, өзіміз соны тәрбиелеуіміз. Біз өзге елдің жылтырағыменен олардың көзді албайтын, арбайтын нәрселеріне қызықпауымыз керек. Біздің өзіміз әдетіміз, ғұрпымыз, салтымыз, дәстүріміз, мәдениетіміз, дінімізде осының барлығын толып жатыр. Әбу Бәкір соны тағы да былай деп сабақтайды. Ерінің айтқан сөзінде қатындар мойын сұнбады. Жалынып күнін көрмесе, қатты айтсаң қатын тұрмады. Кітаптың сөзін тәрк етіп өсекті баса тыңдады дейді. Ары қарай айтпай ақ қояйын, осыны жан айтыңдар. Кітап демекші, қазіргі таңда жас отбасылардың ең басты құндылықтары ретінде алға алатын, жалпы Құранда ең әмір бірінші бұйрық айтатын иқра бисми раббикал лази жаратқан Раббыңның атымен оқы. Яғни ілімді екі жақ құстың қанатымен бірге алса деген. Бәрекелді, керемет. Енді қанша дегенмен үлкендердің бұрынғының тәрбиесі мықты ғой.
жалпы үлкендер айтып отырады ғой біздің кезімізде былай болды біздің кезімізде былай болды содан ешқандай қорлық көрген жоқпыз қиналған жоқпыз жалпы біздің өмірлік ұстанымымызға кедергісін келтірген жоқ керісінше жол ашты деген сияқты осындай жалпы әрқашанда тура жол көрсететін отбасын тәрбиелейтін үлкендеріміз аман болсын ортамызда көп болсын деп тілек білдіре отырып бүгінгі біздің сұхбатымызды аяқтаймыз уақыт бөлгендеріңізге рахмет алла тағала осы дін жолында жасап жүрген игі істеріңізді берекелі сауаттандырсын Амин. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнаған болса, төменге пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен, туыстарыңызбен, бауырларыңызбен бөлісіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Келесі біздің подкаст жолымызда жүздескенше аман сау